Телефоны шырылдап жатса да, Сымбат орнынан тұрғысы келмеді. Басы ауырып, құлағы шуылдап, мазасының болмай жатқаны. Ешкіммен сөйлесуге зауқы жоқ. Бірақ телефонның дыңылы тоқтар емес. Амалсыз орнынан көтерілді. Қуаттауға қойған телефонын алып қарап еді, анасы екен. Алло, Сымбатжан, телефоныңды көтермей жатырғаның не? Аманшылық па? Көптен хабарсыз қалдың. Ана кішкентайлар ауру сұрқаудан тыныш па? Мен хабарласпасам өзің телефон соқпайсың. Хабарыңды білгелі жатырғаным. Әкең сәлем айт деген. Үлкені демалысқа шықса, 2-3 күнге келіп кетсеңдерші. Жиендерді иіскеп бір мәз болайық деп анасы самбырлап жатыр. Сымбат ештеңе білдірмеуге тырысты. Даусын өзгертіп, есенсіз бе апа? Бізде бәрі шүкір. Әкеме де сәлем айтарсыз. Аманшылық, еш жаңалық жоқ. Балаларды білесің, кіріп шығып жүргені. Сабақтың аяқталуына да аз қалды. Мүмкін барып қалармыз. Сендерді сағынып жүрмін, деп жылап жібере жаздады. Жаным сол, сағынсаң кел. Бізде сол малдан шыға алмаймыз. Осыларды сатып, мал ауылдан кетейік. Балаларға жақын боламыз деп әкеңе қақылдауымның кемі жоқ. Мені тыңдап жатырма? Қайтейін құлыным. Аман жүрсеңдер болар. Үн-түнсіз жатып алмай, телефон соғып тұрсаңдаршы. Ана қымбатта сол, өзім іздемесем бір хабарласайын демейді. Не қылған бітпейтін шаруа екенін. Жарар, онда тұтқаны қойдым. Дегенде Сымбат та тұтқаны қоя салды. Анасының сөзінен соң көз жасына ерік берсін. Жаны да, жүрегі де жаралы. Басындағыны ата-анасына қалай айтпақ? Сағатына қараса, жұмысқа барар уақыт жақындап қалыпты. Бүгін 1-ші сағаты бар еді. Балалары түстен кейін оқитын болған соң, сиырын сауып келіп жатып қалған. Соңғы уақытта басы көп ауырады. Ауырмай қайтсын, күйеуінің күйігі жанын күйдіріп барады. Көптен бері қылығының өзгергенін байқаса да жамандыққа қимаған. Өз көзімен көріп, қолымен ұстап алғалы бәрінің ойраны шыққаны. Өмір сүргісі келмейтін кездерде болғанымен, осы бір балалары жанына медеу еді. Мен өлсем, бұлар шетімдік көрер, әкесінің ештеңесі кетпес деген ойлар өмір сүруіне мүмкіндік беретін. Осы ойлармен басын көтеріп, сүйретіліп жүргені. Ертең сенбі екені есіне түсіп, әпкесі Қымбатқа хабарласты. Не болды Сымбатжан? Ертелеттің ғой. Жаңа анам да хабарласып еді. Әйтеуір аманшылық болар, деді тұтқаның ар жағынан. Аманшылық, ертең сенбі болғасын балаларды алып өзіңе барып қайтсам деп едім. Болама, деді. Рұқсат сұраған нес? Келе бермейсің бе? Жездең жұмысқа жүргелі жатыр. Әңгіме айтып серпіліп қалармыз, деді әпкесі. Жақсы, онда ертең кездескенше деп тұтқаны қойды да жұмысына жиналды. Ертегіне таң атысымен Сымбат сиырларын сауып, өріске бақташыға қосып жіберді. Қаймағын тартып, сүтін пісіріп, әпкесіне апаруға дайындады. Балаларын оятып, өзі көршіге жүгіріп кетті. Сиырларын тапсырып кетпекші. Таксиге тапсырыс беріп қойған еді. Сағат 7:30-да жетіп келді. Әпкесі Қымбат көрші Бестаң ауылында тұрады. Ауыл арасы 2 сағаттық жол. Өзі 2 баласымен таксиге орналасып жолға шықты. Жол бойы терезеге телміріп ойланып келеді. Терең оймен отырғанда 2 сағаттық жолдың қалай өтіп кеткенін байқамай қалды. Көлік тоқтағанда әпкесінің үйінің қасында тұрғанын байқады. Мә, келіп қалыппыз ғой, балалар түсіңдер, келдік, деп қалтасынан жол ақысын шығарып жүргізушімен есептесті. Көліктің тоқтағанын байқады ма, әпкесі жүгіріп шығып балаларын құшақтап жатыр. Мәссаған, қалай өсіп кеткенсіңдер? Жүріңдер үйге, бөлелерін күтуде, кіріңдер қане, деп балаларды аулаға кіргізіп жіберді. Өзі кері бұрылып, 2 сөмкемен мықшыңдап келе жатқан Сымбатқа: «Қызау, не арқалап келесің? Әкел, біреуін алайын. Амансың ба? Түріңе не болған? Өңің бозарып тұр ма, әлде маған солай көріне ме?» деді, Сымбатпен амандасып жатып. «Ой, әпке, сіз әзірге сұрамай тұра тұрыңыз. Жайланып болған соң асықпай айтармын. Ішім толып, шерменде болып келем», деді әпкесіне қарап. Қымбат түсінбей қарады. Сонда да үндемей алдына түсіп, қақпаның есігін ашты. Мамыр айы болған соң ба, күннің жылылығы айналаға нұрын шашып тұр. Жып-жылы. Үп өткен жел де жоқ. Әпкесі жаз үйге көшіп алған екен, дастарханды сонда дайындапты. Ыссы шай мен буы бұрқыраған қуырдақты айтсаңшы, балалар таңғы астарын ішпей шыққан соң ба тамаққа бас салды.
Сымбат әкелген базарлығын әпкесіне беріп, өзі де үстелге жайғасты. Астарын ішіп, балалар үлкен үйге кеткен соң, қымбат: айтпақшы, балалардың көзінше сұрағым келмеді. Алмас қайда? Сол бәле бірдеңе бүлдіріп жүргеннен сау емес пе? Өткенде аудан орталығына барғанымда бір келіншекпен кетіп бара жатқан адамды Алмасқа ұқсаттым. Бірақ алыстау болғасын дұрыс айыра алмай қойып едім. Көңілімде күдік болып қалса да, өзіңнен сұрауға батылым бармады. Көздері ойнақшып, жаны қыдырып жүруші еді. Біреуді тауып алғаннан сау емес пе демесі бар ма? Несін айтайын әпке, көргенің рас. Біреуді тауып алғаны былай тұрсын буғаз етіп қойыпты, деді Қымбатқа қарап. Өш, қасқа, не деп отырсың? Буғазы нес, есі дұрыс па? Сен қайда қарап жүрсің? Былбырап жүргеніңде лақ кеткен ғой. Сен де бір жүрген боссың. Шаңын қағып алмайсың ба? Деп Қымбат өзіне түрсе қоя берсін. Қой әпке, сіз де қызықсыз. Оның шаңын қаққанда не тамам? Бұрыннан қызғұмар екенін мен көрмей келіппін. Мектепте бірге жасайтын қатар келіншектер бірдеңелерді сыбырлап жүретін. Мен сорлы соның сөзіне сеніп, аузымды ашып жүре беріппін. Біресе жарыс, біресе турнир деп ауданнан шықпай кетсе де алаңдамай жүргем. Наурыздағы демалыс кезінде ауданға кеткеннен оралмады. Әрі күттім, бері күттім. Арада бір жеті уақыт өтті. Телефон соқсам көтермейді. Өлі тірісін білейін деп ауданға іздеп бардым. Барадау деген жандарға хабарлассам соқпады дейді. Сөйтіп, сандалып келе жатып, бір танысымызды кездестірмесін бар ма? О, Сымбат, қалың қалай? Алмас екеуің екі бөлік жүргендеріңе жол болсын. Жаңа ғана Алмасты көргем, мына дәмханаға кіріп барады дегені. Жан ұшырып айтқан дәмханасына барсам, сабазың бір келіншекпен отыр. Мені көріп түрі бұзылып қоя берді. Айқайға жоқ сорлымын. Сол жерде не дерімді білместен шығып ала жөнелгенім. Ауылдың көлігіне мініп тайып отырдым. Сабазың кештетіп жетіп келіп тұр. Беті шімірікпестен балаларын құшақтап мәз. Ішім қайнаса да ләм-мем демедім. Шай үстінде шыдамай сөз бастап, хабарласпай қалғаныңа уайымдап, шарқ ұрып іздеп жүрсем, салдақыңды құшақтап дәмханада отырғаныңа жол болсын. Қай бетіңмен келіп отырсың? Мұны қалай түсіндіресің дедім. Айтатын ештеңесі жоқ. Бәріне өзің кінәлісің. Бала туған соң семіріп кеттің. Өзіңе қарауды қойдың. Мен де еркекпін. Ұнатып қалдым. Не істеуім керек енді деп сандырақтап отыр. Сонда балаңды туып, жағдайыңды жасап отырғаным үшін жазықтымын ба? Дедім зар еңіреп. Сендерді тастағым келмейді. Оны да сүйем. Оның үстіне оның аяғы ауыр. Егер келіссең, бәріміз бірге тұрайық. Дегенін естіп, қаным басыма шапты. Тұра тұр, не деп кеттің? Сонда сенің әлгі жарымес байың тоқал алам деп отырма? Деп Қымбат ышқынып шықты. Солай болып тұр ғой. Сөзімді бөлмей, әр қарай тыңдашы дедім. Қалай бөлмейм? Не деп отырғаныңды білемісің? Оңбаған, құтырған екен. Көрсетейін мен оған тоқал алғанды деп Қымбат долданды. Сенің осы бір жайбасарлығыңды басынып отырғанын қараш, осыдан қолыма түссін, тоқал түгіл үшінші қатын алмайтында етіп берейін дегені. Әпке, оған сөзіңді шығын қылып қайтесің. Егер дені дұрыс болса, осылай жасар ма еді? Санасының шоқтығынан жасап отыр ғой. Жылап-жылап көзімде жаста қалмады. Деген Сымбат көзінің жасын сүртті. Несіне сораңды ағызып отырсың? Басынан бір тепте кетіп қал. Мен болсам бір күнде отырмас едім, деді Қымбат сіңлісіне жанашып. Ой әпке, отырудың да, тұрудың да қажеті жоқ. Келіспесең кетемін деп киімдерін арқалап өзі тайып отырды. Содан бері ұшты күйлі. Елге қарар бетімде жоқ. Солай жүріп жатырған жайымыз бар. Енді қайтсем болады, деді Сымбат әпкесіне қарап. Онда несіне қайғырасың? Ел қатарлы жұмысың мен басыңда баспанаң бар, балаларың аман. Неге сен ұялу керексің? Қайта сендей жанды бағаламаған өзі ұялсын. Ондай опасыз кеуден сақтасын. Менің ақылымды тыңдасаң, ажыраста жөніңе отыр. Бір рет осылай жасады ма, енді бұрынғыдай болмайды. Айтпақшы, ана шешесіне айттың ба? Ол не дейді? Көңіліңе келсе де айтайын. Осы күйеуіңді басында көргенде-ақ жаратпап едім. Көзі ойнақшып, айналасын ішіп жеп отыратыны көңіліме ұнамаған. Енеме айтқанмын. Ол кісіде не десін? Өмір бойы мал соңында жүрген жандар.
Балалардың туғаны болмаса, тәрбиесімен үлкен енем айналысқан. Дегендерін жасап, тым еркелетіп жіберген бе, ана үлкен баласы да жақында ішіп алып, біреумен төбелесіп басын жарып қойыпты. Өздері де у-шу болып бастары қатып жатыр. Менің мәселемді қайтсын олар, деп Сымбат ухлеп алды. Сен ухлегенмен бәрі орнына қайтып келмейді. Жалғыз сен емес ажырасып жатқан. Ондай адамнан құтылғаныңа қуан, деген Қымбат орнынан тұрып терезе алдындағы телефонын алды. Жездеңе хабарласып жіберейін. Мана таңғы көлікпен шығып кетіп еді. Енді жетіп қалған болар. Сен шайыңды іше бер. Мен қазір сыртқа шығып сөйлесіп келейін деп есік алдына шығып кетті. Сымбат ойланып отырып қалды. Әпкесінің де айтуы орынды екен. Алмас тастады деп еңсемді түсіріп езілуіме жол болсын. Басымды көтеріп балаларым үшін өмір сүруім керек екенін білсем де, біреудің қатты айтуы жетіспей тұр екен деген ойлар ойын оралды. Қымбат ішке сөйлеп кірді. Осылай тексеріп қою керек. Бұларға сенім жоқ. Өзіңнен де бар. Аузыңды ашып жүргенсің. Қашанда соның сөзін сөйлеуші едің. Енді жақтассайшы, деп кекесінмен қарады. Қымбаттың мінезі тік және адуын болатын. Бетің демей, көзің демей айтып тастайды. Және ешкімнен тайсалмайды. Ұрыс десе дайын тұрады. Ал Сымбат керісінше бұязы, жұмсақ мінезді болатын. Айғай бар жерден қашып жүруге тырысатын. Алмастың да айтқанын екі етпей үнемі дегеніне жығылушы еді. Сымбат екі ағайынды. Әпкесі Қымбат өзінен 2 жас үлкен. Бүгінде жасы 30-дың екеуіне келген. Жоғарғы оқу орнын бітірген бойда көрші Бестаң ауылының жігітіне тұрмысқа шыққан. Қазіргі күні 3 баланың анасы. Өзі мектепте мұғалім болса, жолдасы Қайрат вахтада жұмыс жасайды. Ал Сымбат оқу бітірген соң жолдамамен Тасқұдық ауылындағы мектепке жұмысқа орналасқан. Мамандығы мұғалім. Математика пәнінен сабақ береді. Жолдасы Алмаспен осында келіп танысқан. Дене шынықтыру пәнінен сабақ беретін жан өзін бірден баурап алған. 1 жылдан соң екеуі үйленген болатын. Содан бері 7 жыл зымырап өте шығыпты. Үлкені Айдын биыл мектеп табалдырығын аттады. Ал ата-аналары өмір бойы мал соңында жүрген жандар. Тау бөктеріндегі шағын шаруашылықта қой бағады. Әкесі бері келгісі жоқ, анасы кеткісі келеді. Солай күндері өтіп жатыр. Ата-анамызға айтып бедің? Анам кеше сөйлескенде сен туралы ештеңе демеді. Соған қарағанда білмейтін сияқты ма? Деп әпкесі өзіне қарады. Қалай айтам? Телефонмен айтуға дәтім бармады. Сабақтың бітуіне 2 жеті қалды. Одан соң емтихандарды аяқтап болған соң балаларды алып малда ауылға барып қайтатын шығарым. Өздерін сағынып жүрім. Сен де жүрсеңші, бәріміз бірігіп барып қайтайық, деп Қымбатқа қарады. Жақсы ұсыныс айттың. Барар кезде хабарласарсың. Мен де сол уақытта демалысқа шығам ғой, деді әпкесі. Алмастың қылығын сөз еткен әпкелі сіңлілер біразға дейін біресе жылады, біресе күлді. Ішіндегіні айтып, Сымбат та жеңілдеп қалғандай. Сол күні әпкесінің қасына қонып, ауылдарына ертеңіне қайтты. Қымбат айтарын айтып, қайрап жіберсе де Сымбаттың көңілі пәс еді. Сымбаттың әпкесіне келіп кеткенінен бері 2 жеті уақыт өткен. Жұмыс істеп жүріп хабарласа қоймады. Ертең соңғы қоңырау деп дайындалып, кешкісін киімдерін үтіктеп жатқан болатын. Телефонын кіші баласы ойнауға алып кеткен еді. Бір мезетте анашым, нағашы әжем қайта-қайта қоңырау шалып жатыр, деп әкеліп бергені. Шынында анасынан 5-6 рет қоңырау түсіпті. Неге бірден әкелмегенсің? Ойнаймын деп аласыңдарда осылай қақсатып қоясыңдар, деп сөйлеп жүріп анасына қайта шықты. Алло, апа, дей беріп еді. Анасы бірден: Қымбатжан, телефон алмай зәремді алдың. Саған да бірдеңе болып қалды ма деп қорқып едім. Ана Сымбатқа не болды? Бардың ба? Дегені. Сымбатқа не болды? Хабарым жоқ. Аманшылық па? Деді бұл түсінбей. Осыдан 1 сағат бұрын құдағай хабарласты. Сымбат ауруханаға түсіп қалыпты. Жағдайы ауырлау дейме, не болғанын дұрыс түсіндірмей тұтқан қоя салғаны. Қайтара хабарлассам алмайды. Сымбатжан да көтермейді. Айналайын, құлыным, бауырың ғой. Ана Сымбаттың хабарын біліп берші, деді. Тұтқаның ар жағынан оқылеп: Ту, апа, бірден жамандық шақырмаңызшы.
Қазір мен хабарласып көрейін. Қай аурухана екенін айтты ма? Деді анасына басу айтып. Оны сұрамаппын. Аурухана жағдайы ауырлау дегенді естіп, есім шығып кетіпті. Құлыныма не болғанын? Әкең екеуміз алаңдап отырмыз. Шыға қоятын көлікте жоқ. Таңға дейін қанша уақыт, бір хабарын біліп берші, деген анасы кемсеңдей бастады. Болды апа, жыламаңыз. Ауырып қаларсыз. Мен мүмкін болса хабарласып көрермін. Болмаса көлік жалдап сол ауылға барып келермін. Менен хабар болмай ешқайда шығушы болмаңдар. Жарай ма? Деген қымбат тұтқаны қойды. Сымбат та, Алмас та жауап бермеді. Ол ауылдан тани қоятын таныстары да жоқ екен. Енді қайтпек? Ойланып отырып қалды. Қалай жасарын, қайда барарын білмеген қымбаттың ойына бір мезетте ауылдың фельдшері түсе қалғаны. Телефонын алып таныс нөмерге қоңырау шалды. Ар жағынан: алло, Қымбатжан, не болды? Тағы да балаң ауырып қалды ма? Кештетіп хабарласпаушы едің. Аманшылық болар дей бергенде Қымбат сөзін бөліп жіберіп: амансың ба, Сағираш? Бұл жолы балам емес, басқа шаруам болып тұрғаны. Мына көрші Тасқұдық ауылының фельдшерін танушы ма едің? Маған біреудің қал жағдайын білу керек болып тұр. Сіңілім сол ауылда тұрушы еді. Ауруханаға түсіпті деген хабар алдым. Не болғанын, қайда екенін біле алмай жатырғанымыз. Өтінем, біліп берші, деді қиыла. Сіңілім дейсің бе? Тасқұдықтың фельдшерін танимын ғой. Қазір, біліп берейін, деп тұтқаны қоя салды. Қазір дегелі 15 минут өтті. Енді Қымбат алаңдай бастады. Қайра қоңырау соғып еді, желі бос емес. Не болса да күтуге тура келді. Арада тағы 15 минут өткенде барып телефоны шырылдады. Алло, Қымбат, көп күтіп қалдың ба? Манадан телефон соғып отырмын. Көтермей жаңалды. Ауданда жүрмін. Бір науқаста келдім. Басынан жарақат алған. Облысқа кеткелі жатыр деген хабар айтты. Аты Сымбат бет? Сымбат дегендей болды. Не болғанын анық білмейді. Бірақ күйеуінің қатысы бар сияқты. Телефонын берейін. Өзің анығын сұрарсың. Қазір WhatsApp-дан лақтырам. Алла бауырыңа шипасын беріп, сауығып кетсін, деп тұтқаны қойды. Мына хабарды естіген Қымбат қалшиып тұрып қалды. Басынан жарақаты несі? Тез есін жиып, WhatsApp-тан келіп тұрған нөмерді терді. Телефонмен сөйлесіп болып, анасына қоңырау шалды. Анасы да күтіп отырған секілді. Бірден көтерді. Алло, апа, мен ғой. Сіздер қатты уайымдамаңыздар. Сымбатты облысқа алып кетіпті. Құлап, басынан жарақат алған секілді. Мен де дұрыс хабарын білмедім. Бұйырса, бүгін Қайрат жұмыстан келу керек. Жолдамын деп жатыр еді. Келгесін балаларды тапсырып жұмысымнан сұранып, таңертеңгі көлікпен жолға шығармын. Жеткен соң хабарын айтам. Барамыз деп жолға шығып кетіп жүрмеңіздер. Ауруханаға кіргізбейтінін білесіңдер. Әкеме де айтарсыз. Бар да бар деп сізді әуреге салмасын. Менен хабар күтіңдер, деп тұтқаны қойды. Оңбассың, Алмас, оңбассың. Осыдан қолыма түс, аямаспын, деп тістенген Қымбат жолға дайындала бастады. Облысқа жету үшін ертемен ертелетіп шыққан болатын. Арасы 2,5 сағаттық жол. Біраз шаршатса да бірден ауруханаға жол тартты. Аурухана қақпасынан кіргенде көлеңкеде тұрған Алмас пен анасын байқап қалды. Бірден тура соларға қарай беттеді. Келе, оңбаған, қай бетіңмен келіп тұрсың? Осыдан бауырыма бірдеңе болса, сен аямайтын болам. Естідің бе? Деп Алмасқа тұра ұмтылды. Құдағайы арашаламаса ұрып тастайтын түрі бар. Құдаша, бір ашуыңызды беріңіз. Баламды шақтап